Сіз малыңызға жүгеріні осылай беріп жүрсіз ба? Малды жүгерімен қалай тамақтандырғанда ең жақсы нәтиже көруге болатынын білесіз ба? Жүгері дегеніміз энергиялық азықтықтардың патшасы. Бірақ көптеген бақташылар малдарға жүгеріні беруде қателесіп жатады. Сол себепті жүгері ысырап болады, әрі құнарлығы төмен болады. Бүгін сіздерге жүгеріні қалай бергенде малды тез ет алдырып, мол пайда табуға болатын туралы құнды рецептпен бөлісетін боламын. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, қазақ тілді арнамызды қолдап кетуді ұмытпаңыз. Егер сіздің үйіңізде арық қойыңыз болса, оны қалай азықтандырсаңыз да ет ала алмаса, онда қараңыз. Жүгеріден 320 кг, соя ұнынан 110 кг, кебектен 70 кг, тұздан 2 кг, содадан 2 кг. Барлығын қосып толық араластырып, қосымша порошок витаминдерді қоссаңыз тіпті де жақсы. Осы аталғандардың барлығын толық әбден араластырғаннан кейін малға төте бере бересіз. Осылай дайындалған жемді жегеннен кейін малыңыздың дене қуаты жақсарып, тез ет ала бастайды. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.